үйрендік? Атқа міну өнерін үйрендік. Екінші суретте? Би, Мына суретте кім бейнеленген? Шара Жиенқұлова, ол бізде атақты биші, Мына суретте не бейнеленіп тұр? Қол өнер, яғни тігіншілік, Ал мына суретте? Құрманғазы, бұл күй өнері. Ал мына суретте ше? Сурет, мына жерде неше түрлі краски суреттер, бұл бейнелеу өнері. Мына жерде ше? Зергерлік, біз зергерлік өнермен таныстық. Яғни осының барлығын бізде қандай нені білдіріп тұр, мағынаны? Өнер, Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз өнер, білім, бар жұрттар. Яғни Ыбырай Алтынсариннің өнер, білім, бар жұрттар атты өлеңі. Бірінші сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал жасап жүрейік. Мына сөзімен айтамын, барлығымыз менің артынан қайталамыз. Біз бақытты баламыз. Биікке қанат қағамыз. Болашаққа талпынып. Оттай лаулап жанамыз. Бірінші сабақты бастамас бұрын біз алдыңғы тақырып, қандай тақырып өттік? Елтестің ойыны, Ол жерде елтестің несі туралы өттік? Асық ойыны туралы өттік, Яғни асық ойыны туралы өттік. Уақыт жетсе, барлығынан мазмұндама сұраймын. Ал енді сабақты бастамас бұрын ойыннан бастайық. Біз кешеде мақал мәтелдер туралы сұрады. Ал бүгін сол туралы ойын ойнап жіберейік. Мына суретте қандай мақал мәтел шығарды? 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп, 1 рет кес. 7 рет өлшеп, 1 рет кес, Келесі. Ұяда не көрсең, ұшқанда сон ілесің, Көз қорқақ, қол батыр, Келесі. Әкеге қарап, ұл өсер, анаға қарап, қыз өсер, Келесі. Асқартау, әке асқартау десек болады, Келесі. Білгенім 1-9, білмегенім 99, жарайсың Зейнеп. Ал енді, Қазақстанды біз басқаша қалай атаймыз? Отанды сүю, отбасыдан басталады. Ал сендерге үй тапсырмасы ретінде мен бір өнер туралы мақал жаттап келіңдер дедім, Кім айтады? Аниса? Өнер алды қызылды, жарайсың. Апай. Айта ғой. Көз қорқақ қолды. Ол өнерге жатады ма? Тағы айта ғой. Апай, жүзбеге тегенді. Сен? Қандай? Өнер оттандастық, жарайсың. Раяна? Өнерлі өрге жетеді, жарайсыңдар. Тағы? Айта ғой. Жарайсыңдар. Ал енді сабағымызға көшейік, Сонымен ассоциация әдісі арқылы біз суреттерді ажыраттық, Барлығы нені, қандай сөзді білдіреді екен? Өнер, Біз осы уақытқа дейін түрлі өнерлермен таныстық, Ал енді сабағымызды бастамас бұрын, осы өнер білім бар жұрттар деген өлеңді жазған Ыбырай Алтынсарин туралы танысып өтейік. Апай, сосын Ыбырай Алтынсарин әліппен шығарған. Қазақ жастарының салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған ағартушы ұстаз, жазушы, этнограф Ыбырай Алтынсаринді танысаңыз. Кел балалар оқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар деген өлең жолдарын есіңізге түсіреміз. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүние салған. Ғалым, ағартушы, педагог, жазушы, этнограф.
Ыбырай Алтынсарин мың сайын бақша ағаштары атты әңгімесінде бағып қағуда көп мағына барын айтады. Шырағым, мұнан сен де өзіңе ғибрат алғайсың. Сен де жас ағашсың, саған да күтім керек. Сонымен Ыбырай Алтынсарин кім екен? Ағартушы, ақын жазушы, я? Ол қай жылы дүниеге келген? 1841, я? Қай қалада дүниеге келген? Қостанай қаласында дүниеге келген, я? Сосын Ресейге барған. Я, Ресейде. Айтсам бола ма? Ол орыс мектебінде ояқта татар Николай деген метулар оқыған, сосын ол өскен соң өзі Қазақстан мектебін ашқан. Ол көптеген жерлерде білім алған, я? Өте білімге жақын адам болған, я? Және де өзінің жеке мектебін ашқан, я? Ал енді осы Ыбырай Алтынсарин туралы түсінгенімізді осы параққа жазып шығайық. Ыбырай Алтынсарин кім? Ол дәрігер ме, әлде суретші ме? Өз ойларында жазып осы кестені толтырып жіберіңдер, я? Ол жұптық жұмыс бізде. Ақын жазушы деп. Ыбырай Алтынсарин қай жылғы дүниеге келді, қай қалада дүниеге келді? Ол бізде қандай еңбектер жасады, қандай өлеңдер жазды? Апа екеуміз біреуін толтырамыз. Жазып шығыңдар, я? Яғни достарың арқылы бірге жасасыңдар болады. Бірге групппен жұмыс жасаңдар, я? Апай, мені екі рет жасап қойған ғой. Апай. Ма? Барлығына жетті ғой, я? Жазушы. Бітіреді екен. Алда өрнек тобы, я? Екінші бізде киіз үй тобы келе жатқанды. Өрнек тобына бұрықпай. Болдыңдар ма? Барлығына жарайсына бірінші бізде біткен өрнек тобы, я? Барлығын қол шапалақтап қояқ өрнек тобына. Апай. Алдарына қоя салыңдар, я? Жазғандарына мен сабақтың соңында аламын, я? Ал енді өнер білім бар жұрттар атты өлеңді мен қазір оқимын. Мені мұқият тыңдаймыз. Сұқ саусақты кітапқа қоямыз. Өнер білім бар жұрттар. Дайынбыз ба? Саусақты қойдық па? Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар. Тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзімді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымдай барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты. Ат пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді. Сусыздан сусын ішірді. Теңізден жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылай, бәрідегі анықтай. Білмегенге танықтай, бізде бекер жатпалық. Осыларға таныспай, ат өнері біліспей, бәйгеге түсіп жарыспай. Желтілдетіп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алысай. Ұмтыласың қалыспай, біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп, ескірмедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым. Сіздерге бердім батамды. Ыбырай Алтынсарин. Апай маяқта Төле би сосын, Қазбек би сосын айтып берейін ма? Ал енді осы өлең туралы видеоны көріп жіберейік. Иә, апай.
Өнер, білім бар жұрттар атты видеоны көріп жүрейік. Өнер білім бар жұрттар қаздан самай салғызды. Айшылық алыс жерлерде көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Ақ жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда ағызды. Адамды құздай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз табақ пісірді, сусызда сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Біз де бекер жатпадық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желекпен шыққан көкшіктей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, биіктегі сақалды, өнер жігіт көркіде ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім. Сонымен, мың шақырым жерлерге күн жарымдай барғызды деген не екен бізде бала? Жаңа бала немен кетіп бара жатты? Ұшақтың алдында мың шақырым жерлерге Сосын машинамен, дұрыс айтасың. Ал енді құстай ұшқызған бізде не екен? Самолет, я? Яғни бізде осы өлеңде өте терең мағынада айтып жатыр, я? Ал енді балықтай жүзгізді деген ол не екен бізде? Қайық пен кеме, я? Дұрыс айтасың. Яғни бізде барлық сөздерді астарлы мағынада жеткізген, я? Ыбырай атамыз. Түсіндік па, бала? Ал енді осы өлеңді Апай бағана ана бала не үшін больницада жатты? больницада жатқан себебі білімсіз болғанының арқасында және де өзінің ережелерін сақтамағанның кесірінен жатты, я? Қазір осындай таратамын, өлең бойынша жұмыс жасаймыз, я? Димашқа беш. Апай, мына екеуміз бірге ма? Апай, Әмір, сен өзің жасай бер, я? апай не yaptı? Немесе Димаштарға қосылсам болады. Апай, мен Әмірге қосылсам. Ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деген жол неге қатысты деп ойлайсыңдар? Қазіргі заманда біз бұрындағыдай кептелер арқылы хабар ала аламыз ба? Біздің қолымызда не бар? Ұялы телефон бар, я? Біз ұялы телефондар арқылы қазір өте жылдам хабар ала аламыз, я? Және де құстай ұшты деген ол бізде не екен? Ұшақ екен, я? Ал жылдам жерге барғызды деген не екен? Бізде көлік, я? Өлеңде адамдардың қандай жаңа мүмкіндіктері туралы айтылады? Ал енді осыны жазыңдар. Яғни бұрындағыдай біз арбамен барамыз ба? Алыс жаққа. Біз көлікпен барамыз, е?
Биші болды. Қай топ бірінші бітеді екен? Қазір бізде кім бітті? Екі қолын қойып отырады. Мына жерде қазір карточкалар тұр, сол арқылы таңдайды. Сұраққа жауап бер дейді. Мен қазір қызықты сұрақ қоямын. Сен жауап беру керексің, иә? Егер бір алмада 4 бөлік болса, екі алмада неше бөлік болады? Дұрыс, жарайсың. Келесі, аңсағаным. Тезірек шығыңдар. Қазір уақыт жетпей қалады. Кейіпкерлерді қайтала дейді. Қазір сол тұрған Спанч Бобты қайтала. Барлығына көрсет, достарына көрсет. Яғни осындай Спанч Бобты қайталады, иә? Отырамын. Келесі, екінші топтан бізде Еркебұлан шығады. Өзім шығарам, иә? Кім тыныш отырады, сол оқушыны шығарам. Қанда? Ол тезірек. Тик-ток трендті қайтала дейді. Қазір мен видео қосамын. Осыны қайталайсың. Кәне барлығын қайталайықшы. Келесі Адыр қандайды? Биле дейді. Афина вайс қойшы. Кім билейді онда? Раяна. Біреуін шығайық, барымыз бірге билеге. Солай жасайық. Баса билейікші. Келесі тағы кім шығады? Үшінші топсан. Қазір билей салайық болсын. Жарайсың. Келесі бізде Айнел шығады. Сол шығады. Сұрағың болды. Қатты оқы. Жұмбақты шеш дейді. Мен саған қазір жұмбақ жазырамын, сен оны табу керексің. Қыста ақ тон киеді, жазда жасыл кие енеді. Ол не бізде?
сұраққа жауап берейік. кішкене қиын сұрақ. Қиынырақ қояйын ба? Өзі домалақ, іші тәтті, сырты қатты. Өзі домалақ, іші тұз деп ойлайсыңдар ма? Кәмпит емес. Өзі домалақ, іші тәтті, сырты қатты. Жоқ, қарбыз емес. Біз оны көп жемейміз. Дұрыс айтасың, Жанғали. Жаңғақ, иә? Тағы кім жұмбаққа жауап бергісі келеді? Тыныш отырады, сол жауап береді. Аяла шығады. Тезірек. Таңертең туады, кешке батады, бәріне жарық шашады. Күне жарайсың. Өлеңді естиміз? Жаттап келеміз. Жоқ, екі шумақ жаттап келеміз. Кім қанша жаттай алады? Солай жаттап келеміз. Ал енді шықпаған оқушылар шығады. Нұрасың. Өзім шығарам. Нұрасың шық. Жанғали дайындал. Өнер білім бар. Келесі. Жанғали шығады. Тез. Жанғалиге қымбат дайындал. Тастан не салғызды? Кітапты жабамыз. Сарай, иә? Дұрыс айтасың. Аниса дайындал. Алыс, иә? Отыра ғой. Аниса дайындал. Келесі Амина дайындал. Өзіңді жұмғанша, иә? Келесі қалай хабар алыңызды? Мың, иә? Келесі Мариям. Қазір қатесін тексереміз, иә? Аты жоқ, қор. Арбаны. Енді шақырым дегенге не қоямыз? Шақырым дегенге не қоямыз? Мың дегенді құда қоямыз, иә? Ал хабар алғызға кім шығады? Қаншайым шығады? Қайсы болады? Хабар алғызды. Қалай болады? Жылдам, иә? Жарайсың. Келесі күн жарымда. Күн жарымдаға бізде Аида. Тез. Зейнеп дайындал. Күн жарымда. Күн жарымда не болады? Өзі белгілесін тезбе. Адамды не істеді? Қалай ұшырды? Тек Зейнептің өзі жауап береді. Келесі бізде шығады. Аңсағанша тез. Айнел дайындалып отыр. Мал жұмысты. Істейтін жұмысты, иә? Келесі. Айнел дайындал. Мариям, шықтың ба сен? Айзере кел. Айзере тез.
Ал енді қатесін тексерейік, е? Барлығы дұрыс екен. Енді өз-өзіңізге қол шапалақтайық, е? Қазір сендерге осындай карточка таратамын. Яғни өздеріңді осы арқылы бағалайсыңдар, е? Аты жөндеріңді жазып, өздеріңді бағалаңдар, е? Аты жөндеріңді жазып, Фамилия керек па? Апай, фамилия керек па? аты жөндерің. Барлығын алдыңдар ма? Өзіңе қанша сабақ урок болғанда? Бірден 10-ға дейін өздеріңді бағалаңдар. Апай, сабақ урок. Әдебиет. Біріншісіне әдебиет деп жазыңдар. Екіншісіне аты жөндері. Біріншісіне әдебиет сабағы. Бірден 10-ға дейін өздеріңді бағалаңдар. Үшінші сынып. Ал жандарыңа үй тапсырмасын қоямын, е? Оған тиіспейсіңдер. Ешкімге қоймаймыз. Апайды жол қойылып, пока круглый дөңгелектің ішіне балдарыңды қойып. Соңғысына ешнәрсе жазбаймын. Ал жандарыңа үй тапсырмасы. Ал жандарыңдағы қара, ол үй тапсырмасы. Жоқ, жазудың керегі жоқ. Бір минутқа аңсағаннан бастап жіберейікші өзіне қандай баға қойды. Аңсаған айтып жер, өзіне қандай баға қойды? 8. Таңғали. Нұрасыл. Саған. Адия. Қандай баға қояр едің?